Herkese merhabalar. Бүгін мен сіздерге түркшедегі лексемалық сөздерді үйретемін. Олар var, yok, gerek, lazım. Lazım деп айтылады. Я деп бірінші сабақта айтылған боламыз. Аның төбесінде черточка болған жағдайда я болып жіңішке болып оқылатын. Осы төрт лексема бар екен түркшеде. Var дегеніміз бар, yok дегеніміз жоқ, керек дегеніміз керек, lazım дегеніміз де қажет, керек дегенді білдіреді. Осы мына var, yok дегеніміз қандай жағдайларда қолданылады? Var, yok үш жағдайда қолданылады екен. Бірінші заттың орнын көрсететін жағдайда, екіншіден зат бар ма жоқ па? Бар ма жоқ па? Үшіншіден жалпы заттың сенде бар немесе жоғын, яғни жалпы өмірде мысалға мына екеуі соңғы 2 мен 3 өте ұқсас болуы мүмкін, бірақ олардың айырмашылығы бар. Мысалға мына екіншіде зат дәл қазір қолыңда бар ма жоқ па? Bende kalem var. Bende kalem var. Немесе bende kağıt var. Менде қазір қағаз бар. Bende telefon var. Деген сияқты. Benim cebim var. Қазір менде қалта бар деген сияқты. Benim cebim yok. Çantana koyabilir misin? Менің қалтам жоқ. Сумкаңа қоя аласың ба? Деген жағдайда. Ал мына заттың орны деген çantada ne var? Çantada kalem ve defter var. Сумкада не бар? Яғни заттың орны қай жақта? Қай жерде? Сумкада. Dolapta elbise var. Шкафта көйлек бар, мысалға соны көрсетіп тұр. Қайда бар? Шкафта бар. Қайда деген сұраққа жауап беріп тұр. Үшінші, ол жалпы сенде бар ма? Benim ailem var. Яғни сенің отбасың бар бұл өмірде, жалпы сенде отбасы бар. Ben evliyim, benim kocam var. Мен тұрмыс құрғанмын, менің күйеуім бар. Benim 2 çocuğum var. Менің 2 балам бар деген сияқты. Сондай жалпы өмірдегі бар зат. Бұл екеуі түсінікті болды. Яғни мынау бір заттың қайда екенін көрсетеді. Мынау екіншісі заттың жалпы сенде бар ма жоқ па қазір. Үшіншісі жалпы сенде өмірде зат бар ма жоқ па екенін көрсетеді. Ал мына керек, lazım деген затты түсіндіріп өтетін болсам. Керек дегеніміз жалпы жаңа айттық, қазақшадағыдай керек дегенді көрсетеді деп. Керек және lazım екеуі өте ұқсас. Өте көп позицияларда қолданылады. Мысалға gitmek керек деген мысал беріп қойған. Мына жерде gitmek керек. Нужно идти. Кетуіміз керек. Gitmek керек. Сосын бұна керек yok. Яғни қажет жоқ. Бұған. Бұна дегеніміз бізде қазақшада бұған деп аудара салайын. Gerek yok. Сондай-ақ бізге қажетті заттар, gerekli şeyler, қажетті заттар. Яғни сондай жағдайда да қолданылады. Сондай-ақ керек дегеніміз бұл яғни уақытпен де қолдануға болады. Мысалға сенің қолыңды жуу керек. Şimdi ellerini yıkamak gerekiyor. Яғни жалпы байқап тұрған болсаңыз, алдыңғы сөздер инфинитив формада тұра береді. Яғни инфинитив yıkamak gerekiyor. Yıkamak gerekiyor. Okumak gerekiyor onun için. Ал егер lazım деген сөзді қолданатын болсаңыз, онда бұл көбінесе менің, сенің деген тәуелділік жалғау, яғни біреуге былай көрсету, нұсқау барысында көбінесе қолданылады. Мысалға, benim
окумам лазым. Және ол андай нені көрсетеді, жіктеу кезінде көбінесе қолданылады. Менің сенің бір нәрсені жасауың қажет жағдайдасы. Benim senin onun деген кезде көбінесе лязымды қолданылады. Соны байқадым. Мысалға, мына жерде көрсетіліп қойған benim okumam lazım. Benim okumam lazım. Менің оқуым керек. Менің оқуым керек. Lazım қажет, яғни оқуым қажет. Senin okuman lazım. Сенің оқуың керек. Яғни алдыңғы сөздер жіктеліп тұр. Соңғы сөзім lazım қажет дегенмен ештеңе жалғанып тұрған жоқ. Алдыңғы сабақтарда değil деген сөз бар еді. Оған біз келесі сөзді değilді өзгерткен болатынбыз жалғаулар арқылы жіктеген кезде. Онда ол lazım деген жіктелмейді. Яғни benim okumam lazım. Benim söylemem lazım. Мысалға, мен айтуым керек оған. Benim gitmem lazım. Менің кетуім керек. Benim aramam lazım. Мен звондауым керек. Ya, senin doktora gitmen lazım. Doktora gitmen lazım. Mesela senin görüşmen lazım. Sen кездесу керексің. Senin okuman lazım. Немесе onun okuması lazım, ya. Onun okuması lazım. Onun оқуы керек. Onun söylemesi lazım. Ол айтуы керек. Оған айту керек. Оған деген сөз, ya. Соны көрсетіп тұр, яғни тәуелділік біреуге бір қажеттілік жағдайды, бір затты жасау керек жағдайда, яғни етістіктерді жасау керек жағдайда лязым дегенді қолданып айтады екенбіз. Мысалға, кетуі керек, билеуім керек, айтуым керек, тұруым керек, жүруім керек. Барлығында да тұру, жүру, айту етістік, етістікке біз лязымды айтамыз. Керекеу десеңіз де қате емес, бірақ лязымды қолданған дұрысырақ. Және мына жердегі жаттығуларға бір қарап өтейік. Жаңағы жоғарыда айтып өткен var, yok дегенге. Мысалға, мынау 3-6 жаттығуда. Odada kitaplık var mı? Kitaplık дегеніміз кітаптар тұратын шкаф, я? Kitaplık сонда енді тұратын, білмеймін, сөре дейміз ба біз қазақшада? Odada, oda, bölme. Bölmede kitaplık var mı? Evet, odada kitaplık var. Hayır, odada kitaplık yok. Бар жоқтан. Duvarda tablo var mı? Tablo дегеніміз не? Портрет, я? Duvarda дегеніміз біз дуал деп те айтамыз, қабырға. Соған сәйкес келіп тұр. Duvar дегеніміз бұл қабырға. Bahçede çiçekler var mı? Бақшада гүлдер бар ма? Ağaçta kuş var mı? Ағашта құс бар ма? Koridorda öğrenciler var mı? Koridorda, bizde koridor деп айтамыз, ya. Koridorda öğrenciler var mı? Koridorda öğrenciler çok. Yani studentler көп degende. Dershanede harita var mı? Yani dershane mi yoksa? Dershanede harita var mı? Yani laboratuvarda mı, neyim, түсінбедім. Ders деген бұл дәріс алатын бөлме ғой. Harita деген карта. Карта бар ма, жоқ па? Соны айтады. Sokakta köpek var mı? Көшеде ит бар ма? Yani sokakta köpek bizde Kazakistan'da yok ama Türkiye'de çokmuş. Okulda bilgisayar var mı? Okulda bilgisayar, компьютер var mı дейді. Мектепте tabii ki var. Бар. Yani bilgisayar дегеніміз компьютер. Жазып қоя салайын. Бұның бәрі квизде болады, осындай сұрақтар. 3-7 жаттығуға қарайтын болсақ, онда не дейді? Өздеріңіз астағы фразалармен сұрақ қойып жауап беріп үйреніңдер дейді. Бір аударып өтейік. Mutfakta sofra var mı? Mutfak дегеніміз кухня еді, асхана. Кухняда sofra var mı? Sofra, stol.
тамақ ішетін столды, софра. Маса дегеніміз ол парта, кәдімгі жұмыс істейтін сондай, софра дегеніміз тамақ ішетін үлкен стол. Sokakta çocuklar var mı? Көшеде оқушылар бар ма? Оқушылар бар. Осыған біз сұрақ қоюымыз керек екен. Yani sokakta ne var деп мынаны қоямыз. Sokakta ne var? Sokakta çocuklar var. Sokakta çocuklar var mı? деп сұрақ жасауымыз керек. Odada koltuk var. Koltuk дегеніміз бұл диван. Яғни бүйтіп қолды қойып отырасыз да, тіреніп. Ода дегеніміз бөлме, бөлмеде диван бар ма деген сияқты. Кафесте күш var. Кафесте бұл мындай неді, құстың несі, сеткасы. Кафес дегеніміз бұл сетка, сол құстың, құс тұратын сетка бар ғой, үйе, солын айтады. Арабада çanta var. Yani машинада сумка бар. Kulübede köpek var. Kulübe білмей тұрмын қазір. Kulübe не дейтін енді осы қазақша. Pляжда öğrenciler var. Pляж. Çantada gözlük var. Gözlük дегеніміз очки. Masada resim var. Stolda сурет. Resim, сурет. Yani осылай. Әрі қарай кеттік. Астында не дейді? Хафталық дәріс программы, расписание бар екен. Біз расписанияны осы келесі сабақтарда не істеуіміз керек болады? Квиз. Пазартесі дегеніміз өттік. Понедельник. Мынау вторник. Мынау сәрсенбі, чаршамба. Мынау бейсенбі, першембе. Бейсенбі. Мынау жұма. Мынау вторникті не дейінеді? Мынау дүйсенбі. Сейсенбі. Сәрсенбі, бейсенбі, жұма. Жексенбі. Жексенбі дегеніміз бар. Біздің жексенбі демалыс. Жексенбіні пазар күні дейді түркшеде, Пазар, татил, пазар. Пазар күні татил. Пазартесі, яғни мына жерде сабақтың нелерін берген, расписание. Екі түрік тілі болады, бір ән сабағы, сосын сурет сабағы, ағылшын тілі сабағы. Мынау физкультура болады екен, ағылшын тілі болады екен, математика болады екен. Екі химия болады екен, физика, ағылшын тілі, түркше болады екен. Müzik, ән сабағы, беден, физкультура, eğitimi деген, физкультура, беден eğitimi, İngilizce деген ағылшын тілі, түрік тілі. Екі ағылшын тілі болады екен, түрік тілі, химия, физика болады екен, жұма күні. Енді соларға сол таблицаны қолданып, мынандай сұрақтар қоюымыз керек. Pazartesi günü hangi dersler var? Hangi дегеніміз қандай дегенді білдіреді? Pazartesi günü hangi dersler var? Pazartesi günü Türkçe, müzik, resim ve İngilizce var. Pazartesi günü, понедельник күні, дүйсенбі күні Türkçe, ән сабағы, сурет салу, ағылшын тілі бар. Яғни сол таблицаны қолданып, мысалы, пазартесі дегенді ғана ауыстырасыз, өзіңізге жазбасаңыз, ауызша да айтып үйренуге болады. Mesela, salı günü hangi dersler var? Salı günü деп, salı günü böyle dersler var. Cuma günü hangi dersler var? Cuma günü böyle dersler var. Сияқты жаттығу жасап, тәжірибе жасап қайталауымыз керек. Келесі жаттығу 3-9. Сол жаңағы жоғарыдағы таблицаларды тоже қолданып, мынандай сұрақтар қоямыз. Pazar günü Türkçe var mı? Понедельник күні, яғни дүйсенбі күні түрік тілі сабағы бар ма? Біз сұрақ қоюды да осы жерде үйренеміз. Var mı? Türkçe mi var деп қойсақ та сұрақ болады. Түркше бар ма не деген сұрақ болады да, онда жауап.
яғни қазақшасы болот да. Егер на экени орун ауыстырып берсеңиз, мисалга дүйшөмбү күнү түркчеми var? Онда дүйшөмбү күнү түркче бар ма не деген сыяктуу сурак да. Ал эгер дүйшөмбү күнү түркче бар ма дейтин сурак болсо, онда pazartesi günü Türkçe var mı deyip сурак koymamız gerek. Evet, pazartesi günü Türkçe var. Salı günü kimya var mı? Seyşembe günü kimya sabahı var mı? Hayır, salı günü kimya yok. Bitti. Өте оңай. Яғни аны таблицадағы барлық бірнеше рет, бір 3-4 сабақты айтып, осылай практика жасау керек. 3-10 жаттығу не дейді? Мына таблицаны сол жаңағы таблицаны қолданып, мыналарға жауап бер дейді. Çarşamba günü müzik var mı? Var mı yok mu? Bakarsınız. Perşembe günü Türkçe var mı? Bakarsınız. Cuma günü ders var mı? Evet, çok yani. En zor gün Cuma günüymüş. Çünkü fizik, kimya ve en zor dersler gördüm ben. Hatırlıyorum. İngilizce, Türkçe, kimya, fizik. Salı günü fizik var mı? Salı günü fizik yok. Солайша. 3-11 жаттығу не дейді? Мысалы жазып қояйын. Hayır. Мысалы salı günü fizik yok. Yok. Fizik yok. Ne var yerine? Yerine matematik var. Yerine degenimiz қосымша сөз. Matematik var. Яғни физикада қиын сабақ, математикада қиын сабақ қой. Сол үшін, яғни оның орнына деген сөз ерене. 3-11 жаттығу не дейді? Яғни бұл жерде жауап беріп қойған, сұрақ құрастырасыз. Өте оңай. Сұрақ құрастыруға жоғарыда айтып өткен сұрақтарды қоя саламыз. Осылайша 3-12 жаттығуға өтеміз. 3-12 жаттығуда salı günü beden eğitimi var mı? Осы кітаптың осы жағынан мен қайталап жаза беріп, есте сақтау қабілетін жоғарылап, яғни түркше тез сөйлеуге мүмкіндік берді. Salı günü beden eğitimi var mı? Hayır yok. Mesela evet. Ya, өйткені var degенге қарап, evet қоямыз. Evet, salı günü beden eğitimi var. Çarşamba günü müzik var mı? Hayır. Çarşamba günü müzik yok. Perşembe günü fizik var mı? Hayır, yok. Осылайша. Ал жаңағы лязым керек дегенге де бірнеше сөз не істеп жүрек. Лязым дегеніміз жаңа не еді? Етістікпен көбінесе қолданылатын және нұсқаулық беретіндей кезде лязымды қолданатын ек. Ал керек дегеніміз gitmek gerekiyor. Не еді жаңа? Yıkamak gerekiyor. Бір нәрсені істеу керек. Инфинитив кезде қолданылады керек деп айттық. Лязым дегеніміз ол нұсқаулық кезде. Мысалға мен айтуым керек. Benim söylemem gerek. Nemesi söylemem lazım. Yarın sabah erken yola çıkmak gerek. Таңертең ерте жолға шығу керек. Мына жерде benim söylemem lazım. Benim айтуым керек. Менің тыңдауым керек. Benim dinlemem lazım. Dinlemek деген тыңдау еді. Mesela senin дейік, ya. Senin dinlemen lazım. Sen tыңдауың керексің сен деген кезде.
Осылайша тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.